Hey guys, сіздермен бірге Бота және бүгін біз IELTS-тың reading бөлімі жайлы сөйлесетін боламыз, яғни оны қалай жеңіл талдау керек. Жалпы IELTS-тың reading бөлімінде сіздерге 3 академиялық ағылшын тілінде жазылған текст беріледі. Олар енді кішкентай емес, енді қиындау болып келеді. Жалпы бір ғана сағат бар, соның барлығын орындауға және әртүрлі тапсырмалар. Енді бірінші сіздерге совет, не істеу керек? Тест басталған кезде бірден тексті оқып алып, уақыт құртпаңыздар. Ол дұрыс емес. Сіздер ең алдымен тапсырманы оқыңыздар. Сіздерде тапсырмада не берілген, қандай сөз қолдану керек, не істеу керек, true, false ба, немесе gap filling ба, немесе maps ба, яғни барлығын сіздер көріп алу керексіздер. Одан кейін барып текстқа мән беру керексіздер. Екіншіден, көбісі ойлайды жаңағы skimming, scanning техникасын қолдансам, ол жеткілікті деп. Негізінде әр адамға әртүрлі техника жарайды, яғни барлығына общий бір техника сай келеді деп біз айта алмаймыз. Сондықтан да сіздер постоянно ізденісте болу керексіздер. Қай техника сіздерге көбірек жарайды? Ең алдымен әр техниканы тапқан кезде, бірақ барлығына жалпы орта ол locating, яғни локация құру. Сұрақты оқисыздар, тапсырманы оқисыздар, одан кейін сол тапсырмаға байланысты тексттан іздеп локация құрасыздар. Яғни ол локацияны сіздер жоғалтып алмас үшін оны обязательно highlighting, яғни қандай да бір жаңағы сызықтармен немесе фломастермен белгілеп қою керексіздер, егер қағазда тапсырсаңыздар. Ал егер компьютерде тапсырсаңыздар, сіздерде highlight деген автоматический функция бар, яғни локацияны ұмытпаңыздар. Үшінші, көбісі ойлайды, егер де мен reading тапсыратын болсам, мен кітаптар көбірек оқимын ағылшын тілінде, сол арқылы менің readingім күшті болып кетеді деп. Ол да қате, guys. Көбінесе readingке дайындалған кезде сіздерге кәдімгі Кембридждің кітаптармен дайындалған жөн. Анандай общий барлығы оқитын литературамен дайындалған көмектеспейді. Себебі литературалық тіл басқа және академиялық ағылшын тілінің тілі басқа. Сіздерде vocabulary басқа болады, сондықтан да қиналмас үшін бірден Кембридждің кітаптарымен немесе академиялық тілде жазылған мақалалармен дайындалыңыздар. Сонымен қатар соңғы айтатын сіздерге совет, ол постоянный практика және прогресс трекер жүргізу, ол міндетті түрде. Яғни бір күн оқыдым, бірінші секциядан қанша алдым, екінші секциядан қанша алдым, үшінші секциядан қанша алдым деген секілді. Және әр сол прогресстен кейін сіздер қарап отыру керексіздер. Яғни менің ең жақсы тез жылдам орындайтын тапсырмаларым қайсы және маған ең қиын тапсырмалар қайсы. Ең қиын орындалатын тапсырмаларға көбірек күш салып, соларды дұрыстасаңыздар болғаны, readingтан сіздер 9-дан 9 ала аласыздар. See you, bye bye.